Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгінгі өтетін сабағымыз ережелер жинағы болмақ. Бүгінгі тақырып ағылшын тілінің грамматикасы, оның ішінде зат есімнің классификациясы. Сонымен бастайық. Қазақ тіліндегідей ағылшын тілінде де ереженің жинағы негізінен 9 сөз табынан тұрады. Оны морфология деп атайды. Үлкен үш ғылымның біреусі осы морфология, екіншісі синтаксис. Олар сөздің құрылымын зерттейді, және үшіншісі ол фонетика, дыбысты зерттейді. Бүгінгі біздің қарастырайын деп отырған грамматика бұл морфология. Оның ішінде 9 сөз табына жататын зат есім. Зат есімнің морфологиялық классификациясы. Құрылымы жағынан зат есім үшке бөлінеді. Біріншісі негізгі зат есім, simple nouns, a boy, a snow, a school. Кез келген артикльмен келетін зат есімдер осы simple nounsқа жатады. Екінші туынды зат есім, олар префикстар мен суффикстар арқылы жасалынады. Оны ағылшын тілінде derivative nouns derivatives деп атайды. Мысалы, meant, payment, employment, шын, translation, ness, darkness, ity, activity, hood, childhood, dom, freedom, ship, friendship, ans, importance, ism, tourism, or, doctor, east, pianist, ian, musician. In the prefixter, prepay, understone, misbehavior, outset, overcoat. Үшінші түрі, және соңғысы күрделі зат есім. Оны compound noun деп атайды. Күрделі зат есімдер екі сөзден құралып, бірігіп пайда болған зат есімдер. Мысалы, sunglasses, traffic light, wallpaper, airport, aeroport, father-in-law, commander-in-chief, forget-me-not, незабудка. Және осылар compound nounsқа жатады. Күрделі зат есімдер бірігіп жазылса, көпше түріне s жалғауы жалғанады. Schoolboy, schoolboys. Екінші күрделі зат есімдер сызықша арқылы жасалынса, мағыналы сөзге s жалғауы жалғанады. Мысалы, passerby, passerspy. Үшінші күрделі зат есімнің бірінші бөлігі woman, man деген секілді болса, екінші жағы өзгереді. Man doctor, men doctors. Сонымен зат есімнің морфологиялық классификациясын өттік. Енді екінші бөліну бұл зат есімнің семантикалық классификациясы. Осы екі үлкен классификацияның ішінде барлығы айналып жатады. Зат есім жалқы және жалпы деп бөлінеді. Жалқы ол proper noun, ал жалпы ол common noun. Бірінші жалпы зат есімді айтайық. Жалпы зат есім олар үшке бөлінеді. Жинақтық collective, саналмайтын uncountable және саналатын countable. Collective, яғни жинақтық зат есім ол жанды, жансыз болып бөлінеді. Мысалы, team, family деген секілді. Ал саналмайтын зат есім ол абстрактілі, яғни abstract nouns. Мысалы, Buddhism, progress. Екінші заттық, яғни material nouns. Milk, aluminium деген секілді. Және үшінші түрі саналатын, олар екіге бөлінеді. Абстрактілі, abstract nouns, яғни problem, idea, олмен ұстауға келмейтін зат есімдер. Және concrete nouns, мысалы chicken, tree, ticket. Осы саналатын бөлігіне жататын конкретті зат есімдердің өзі екіге бөлінеді, жанды және жансыз. Алдындағы мысалдағыдай, chicken ол жанды, ал tree, ticket олар жансыз. The material nouns санауға келеді, егер
материалдан жасалынған затты айтқанда. Мысалы, I bought 3 breads. Мен 3 нан сатып алдым. He carried 2 bricks in each hand. Ол әрбір қолына 2 кірпіштен ұстап алып келді. Яғни материалсты біз санап тұрмыз. B. Заттардың сорттары мен түрлерін айтқан кезде санаймыз. It's a good wine. Бұл жақсы вино. C. Заттың сыйымдылығымен айтқанда. Мысалы, I drank 2 cup of tea in the morning. Мен таңертең 2 шынаяқ шай ішіп алдым. D. Абстрактілі зат есімдер нақтылыққа көшкен кезде саналады. Мысалы, his speeches are always interesting. Оның тілі, яғни сөйлеу мәнері қызықты. Енді жалқы есім жайлы айтайық. Proper nouns. Ол жеке дара заттардың атауы. Олар адамның аттары, Mr. Brown, географиялық атаулар, London, апта күндері, Monday, ұлт атауы, Казах, тіл атаулары, Kazakh language, мереке атаулары, Наурыз, ұйым атаулары, United Nations Organization, здание, көше, парк, көпір, кітап, газет, журналдар, The Times, астрономиялық дене атаулары, The Sun, осылар жатады. Бұл категориядағылар бас әріптерден басталып жазылады. Және осы атауларға корабльдердің, отель, клубтардың да атаулары кіреді. Мысалы, The Santa Maria. Бүгінгі өткен ереже зат есімнің 2 үлкен классификациясына арналды. Біріншісі морфологиялық классификация, екіншісі семантикалық классификация. Сонымен келесі сабақтарда жүздескенше сау саламат болыңыздар.